Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Сенбілік демалыстарыңызға орай ақын жазушы аудармашы Байт Қабанұлының ерте үзілген ән немесе әнші Шерікбай Ұнатұлы туралы эссесін ұсынамыз. Шерікбай Ұнатұлы, әнші, менің досым. Сосын ойланып қалдым. Мен ұмытшақ адам емеспін. Бірақ кейде ешбірі ұмытылмас деп ойлаған нәрселерің де уақыт шыңына басылып көкейіңнің тақ төрінде болса да көңіліңнен көмескіленіп, өшкіндеп, ойға түсіп бермей қинайтын тұстары болады. Уақыт шіркіні ұмытпаймын деген асыл досымды да амалсыз өзегімнен өшкіндете бастапты. Бір тал темекіні тамызып, жазу бөлменің есік пен төрінің арасында ары-бері жүріп, жүрек түкпіндегі ескі құсқы естеліктерімді аударып төңкеріп, жоқ қараған шоқшыдай әлекке түсіп бақтым. Әнші досымның жүріс-тұрысы сөйлегенде, ән айтқандағы бет-әлпеті өшкіннен айқындалып, бір жақындап, бір алыстап шұбырып жатыр. Осы желі бетінде жүрген бірер кескіндерін көріп, әнін тыңдадым. Сөйтіп белгілеу дәптерімді ақтара бастап едім. 2004 жылы наурыздың 21 күні жазған мынадай күнделік жазба шықты. Жексенбі, халықаралық ақындар күні. Соған байланысты бір топ ақын теледидардың бағдарламасына қатыстық. Түстен кейін кеншілері өнер сарайында наурыз тойы басталды. Ал қазір жылап отырмын. Менің аяулы досым, атақты әнші, жаратылыс, аямай берген теңдесі жоқ дыбыс иесі Шерікбайдың қаралы хабарын естідім. Содан 2-3 ақ күн бұрын ән жинаған шығаруға дайындалып жүргенін, сосын тағы бір жұмыстармен Монғолия елінің астанасына келетінін, сонда әдейі қыдырып маған да келетінін. Сосын екеміз осы қаладан бір жайлы студия тауып ән жаздыратынын телефон арқылы айтқан. Міне сол жұмыспен әрі үкімет көлемінде 10 жылда бір-ақ рет болатын аса дәрежелі ұлтаралық өнер байқауына қатысуға Улан Батыр қаласына жүргелі отырғанда, ажал сом ешбір ескертпестен төтесінен келіпті. О тоба, қолындағы домбырасы үнге толы, көкейі әнге толы қайран әншіні мына дүние неге артық көрді екен? Құлақты біткеннің құлағының құрышын қандырған, жүректі біткеннің жүрегін әнмен тербеген асқақ ән неге мезгілсіз ерт үзілді? Осылай жазыппын. Осы белгілеуді іштей үнсіз оқи бастағанымда, әнші досымның тыныштыққа толы бет бейнесі көзіме көрініп, топ-тұнық даусы құлағыма келгендей болды. Бірге жүргеніміз, ойнап күлгеніміз кезек-кезегімен еске түсе бастады. Шерікбай шынында да бөлекше жаралған жаратылыс еді. Алладан берілген асқақ та қоңыр даусы тыңдаушысын еріксіз баурап алатын. Оның сыртында оқу деген оқу. Ол Қазақстанға барып дәстүрлі ән оқыды. Әйгілі Қайрат Байбосынов ағадан дәріс алды. Бұрында мықты әнші, ал оқып келгеннен кейін тіпті де өсіп кетті. Онсыз да кең тынысы одан сайын кеңейіп, домбыра шертісі де түзеліп, кәсіби дәрежеге көтерілді. Міне сондықтан бұрынғы халық композиторларының жоғарғы дауыстағы әндерін де нақышына келтіре еш қиналмай орындайтын. Оның дауыс мүмкіндігі шектілікті еді. Бірақ бір қызығы сондай әндерді ел арасында, тойларда орындай бермейтін. Халық әндерін және сол өзімізге жақыны жеңіл әндерді көптеп орындайтын еді. Бірақ оны да сол бұрынғы қас қалпында еш бұзбай, өз даусының артықшылығын пайдаланып түрлендіре айтатын. Домбыраны да күңрентіп, ән айтып отырған сықылды емес, күй шертіп отырғандай сүйегіңе жеткізе бебеулетіп шертетін. Әрине, ел оның осындай ерекшеліктерін бірден аңғарып қатты құрметтеді.
Өкініштісі, оның дәл осы бабында тұрған шағын анау 90-шы жылдардың басына дөп келді. Ол дегеніміз, ел толқынысқа ұшырап, жаппай Қазақстанға көш бастаған кез еді. Шынын айтсам, ел су толқындай толқып тұрды. Міне сол заманда ол осы тарихи қозғалыстың жаршысы болды. Дәл сол кезде туған, ел көшкенде, кәбейдің толғауы, ақ сапар, заманымның өтіп бара жатқан ай секілді қаншама жаңа әндерді Шекең орындап, барша елдің айтпақшы болған ойын әнмен төкпеледі. Ол кездегі елдің көңілін мен ақын ретінде жан тәніммен түсінетін едім. Халықтың бәрі жарым көңіл болып, ағайын-ағайыннан айырылып, бір алағызған ел болатын. Шекеңде әнші ретінде елдің сол толқынысын жақсы сезінді. Сондықтан да орындаған әндері желмен бірге жетер жеріне жетіп жатқан. Бірде мен оған: «Досым, сен неге көшпейсің? Ол жаққа барсаң өрісің кеңіп, құлашыңды кең жаясың ғой» деп едім. Ол сәл ойланып отырып: «Маған ардақты ұстазым Қайрат, Қазақстанда қал, жан-жақты көмектесейін. Жалғасты оқы, әрі мына үлкен орта ертең өсуіңе де, әнші ретінде жетілуіңе де ерекше ықпалын тигізеді» деді. Солай еді. Бірақ мен бас тарттым. Өз еліме келіп, осы жақтың өнеріне себімді тигізейін дедім. Әрі ол жақта әнші жеткілікті ғой. Кедейдің жалғыз атындай басым оқып алған соң, бұл елді ұмытып қара басымның қамын ойлауға дәтім жетпеді деген. Иә, шын ғой. Қазақстанда қалса өзіне пайдалы еді. Ол пайда ойламады. Сосын осында келіп азғана қазақтың өнеріне арқасын аямай тосты. Жауыр болғанша көтерді. Шерікбай сондай асқақ дауыстың және теңдесі жоқ дара дарын иесі бола тұра, тым қарапайым жан болатын. Отырған ортасына артық ауыз сөз де айтпай, қыңыр қисық мінез де көрсетпей, сыпайылықпен қызметін атқарып, әнін шырқап беріп, жып-жылы ғана қоштасатын. Сосында шығар қайда барса да барған жері баласын қарсы алған, ата-анадай маңдайынан иіскеп күтіп алып, сондай бір ыстық ықыласпен қимай шығарып салатын. Осындай сый-сияпатқа ие болған Шекең де сол елге ата-анасына ілтипат еткен баладай иілетін. Елге деген сол ілтипатының белгісі ме оған бір ағамыз: «Сен кәсіби әншісің, кез келген жеңіл-желпі әнді орындай бермей таңдап, талғап, өресі биік туындыларды ғана биігіне жеткізіп шығарсаңшы» деп еді. Шерікбай еш ойланбастан басын шайқап: «Осы ел мені мәпелеп, баптап, әнші етіп жаратып қалыптастырды. Сосын оқытып кәсіби әнші қылды. Одан кейін менің азғана өнерімді бағалап төбесіне көтеріп, төріне шығарып сыйлап бақты. Бізде дәстүрлі әнші Қазақстандағыдай көп емес. Қазіргі жағдаймен дәстүрлі әнді оқып келген адам мен ғана. Ел болған соң өнері жаратпай тұра алмайды. Бір ән шыға қалса, сол кісілер әндерін ұстап маған келеді. Оған жоқ менің әнім емес екен, ана әншіге апаршы дейтіндей басқа әнші жоқ. Сосын бірден маған әкелген екен, мен орындаймын оны. Егер мына азғана қазағыма қажет беп тұрған болса, ән тұрмақ ит болып үрдесе де үремін. Менің орындаған әнім елдің көкейіне ұялап жатса, ол жақсы. Ал олай етіп жеткізе алмасам, тағы біреу орындары келешекте. Менің орындағанымнан болып, бөлініп қалатын ештеңе жоқ. Әйтпесе, мына елдің парызы өтелмейді деген еді. Я, шынында да Монғолия қазақтарының арасынан туған азғана өнер иелерінің сол кезде жазған, бүгінгі айтылып жүрген әндерінің бәрін дерлік Шерікбай орындап елге жеткізді. Одан болып өнердің беделі түсіп қалған жоқ. Өнерге табалдырық қойып, сол табалдырыққа жарай жоғарғы өретілеу әрине керек. Әйткенмен де елдің қажетін өтеу үшін ит болып үрдесе де үріп беру елім деген шынайы жүректің ғана ісі. Білім мен өнердің, дарын мен парасаттың ғана шығалатын биігі болса керекті.
Міне менің Шерікбай досым сондай азамат болатын. Сөйтіп ол құмыржасы бірақ тұтам қысқа болса да қажымай еткен ерен еңбегінің арқасында өз кезінде соншалықты жаңа әндерді орындап, елге жеткізіп, насихаттап, таратып үлгерді. Ал өзі бабы келген жүйріктей ойқастап, қамшы салдырмай, жан тәнімен беріліп, ән салғанда жанында адам отырғанын мүлдем ұмытып кеткендей, екі көзін жұмып даусын көтерген сайын кеңірдегін жоғары соза түсіп, ал әннің нәзік тылсым тиірімді тұстарына келгенде, аңдыған аңын үркітіп алмас үшін бойындағы бар ептілігін шығаратын аңшыдай өзі де бұғып, тыңдаушы болып отырған өзгені де боқтыра түсіп кілкілдете үзілдіретін. Ондай кездерде домбырасының шанағы мен қош жегін аялай сипап, саусақтарының ұшын тигізер-тигізбес етіп, сипай ескен жазғы самалдай ғана желпіп отыратын. Сөйткен сайын домбырасының дыбысы өзінің тілегінен де ақырын болса да, ап-айқын бебеулеп шаңырақтан шығып, шалқар аспан кеңістігінде кернеп кеткендей болатын еді. Амал қанша ол кезде бүгінгідей мүмкіндік жоқ. Әйтпесе сол күнгі айтылған әнді видеоға түсіріп алған болсам теңдесі жоқ мұра болып қалған болар еді. Ол деген қол телефонның да жоқ кезі. Магнитофонның да албаты табыла бермейтін шағы еді ғой. Ал бүгінгі кез келген телефон кәсіби дәрежеде видео, аудио жазып шыдайды ғой. Ол тұрмақ аймақтық радионың алтын қорында да Шерікбайдай дара тұлғаның мұрасынан мәз дүние қалмапты. Өкінішті, шын өкінішті. Ғұмыры тым қысқа болды, ерте кетті өмірден. Бірақ енді әйтеу артында бала шағалары қалды. Біз бірге жүрген ол кезде балалары жас еді. Кейінірек пе бір кезіккенде көтеріп жүрген бір үкібас сары қызын аспанға көтеріп маған бетінен сүйгізіп, мына қыздың аты Жанбота. Ақтан атамыздың бүркіт поэмасына драма етіп қойғанда өзім Жекейдің рөлін ойнап жүргенде туған. Ол туса Жекей қояйын деп ойлағам. Қыз туды, сосын Жанбота қойдым атын. Қарашы өзі де Жанботасы қылды. Аман болса бүркітші қылсам бекен деп қарқылдай күлген еді. Бүгін ол қызда ер жетті, аман болсын. Шүкірі балалары дерлік өнер жолында жүрі. Бүгін көпке әйгілене бастаған әнші Өзгеріс Шерікбайұлы, аймақ театрындағы әнші Жанар Шерікбайұлын әкесінің достары қолынан жетектеп барып, консерваторияға кіргізіп оқытты. Басқа балалары да шүкір. Біз болсақ, соны медеу тұтып. Өзінің жете алмай кеткен асқар белдеріне ұрпағы жетсін деп қана іштей дұға қыламыз. Басқа не амал? Алла сол артындағы ұрпағына ұзақ ғұмыр, жас бақыт берсін. Сіздер ақын жазушы аудармашы Байт Қабанұлының «Ерте үзілген ән» атты эссесін тыңдадыңыздар.